Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді шоколадты печенье дайындаймыз. Бұл печеньенің құрамы өте қарапайым заттардан тұрады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны, сұйық майды, қантты және де суды құйып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Електің ішіне ұнды, какаоны, қопсытқышты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жаңағы сұйық массамызға құрғақ құрамды електен өткізіп, бірінші күрекшенің көмегімен, сосын қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Біздің печеньенің қамыры өте әдемі, қолымызға ешқандай да жабыспайды. Енді бұл печеньемізді грек жаңғағының көлемінде етіп дөңгелектеп аламыз да, сосын үстін кішкене басып қоямыз. Мен әрқайсысын граммен өлшеп шықтым, әрқайсысын 25 грамнан алдым. Барлығын противеньге орналастырамыз да, бетіне сахарная пудра сепсек болады, бірақ бұл міндетті емес. Печеньелерімізді 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. 15 минутта осындай өте дәмді, керемет шоколадты печеньелеріміз дайын болады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер.